Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тема нашего урока «Тырналар жылы жаққа ұшады». Журавли летят в теплые места. Жаңа сөздер, новые слова. Тырна, журавль. Шығарып салу, провожать. Ұшады, улетают. Жылы жаққа, в теплые края. Күз келді, пришла осень. Тырналар жылы жаққа ұшып кетеді. Журавли улетают в теплые края. Біз оларды шығарып саламыз. Мы их провожаем. Тыңдалым. Мәтінді мұқият тыңдаймыз және аударамыз. Внимательно слушайте текст и вместе переводим. Тырна, ірі құс. Журавль, большая птица. Ақ, қара, сұр тырналар болады. Есть белые, черные и серые журавли. Тырналардың мойны, аяқтары және тұмсығы ұзын, ал құйрығы қысқа болады. У журавлей длинные шеи, лапы и клювы, а также короткие хвосты. Ол жақсы жүгіреді. Он хорошо бегает. Ясын жерге салады. Гнездо кладет на землю. Тырналар өсімдік тамырымен, құрттармен, жәндіктермен қоректенеді. Журавли питаются корнями растений, червями и насекомыми. Тырналар күзде жылы жаққа ұшып кетеді. Осенью журавль улетает в более теплые места. Бірінші тапсырма, первое задание. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыстығын тексер және айт. Проверьте и запишите информацию по содержанию текста. Например, тырна кішкентай құс. Журавль маленькая птица. Ребята, журавль маленькая птица или большая птица, ребята? Подумайте. Правильно. Журавль большая птица. Значит, это неправильно. Пишите дұрыс емес неправильно. Ары қарай жазамыз, өзімізді тексереміз. Проверьте себя. Следующее задание. Келесі тапсырма 6. Көп нүктенің орнына жақшаның ішінен тиісті қосымшаны қойып айт. Бұл жерде біз тиісті қосымшаны қоямыз. Здесь мы, ребята, добавляем нужные окончания. Мысалға, например, күзде, здесь окончание де, күзде күн суытады. Дұрыс жауабын тексеріңдер. Проверьте себя. Здесь, ребята, написано правильные ответы. Жапырақтар сарғаяды. Құстар ұшып кетеді. Д – это окончание у нас. Құстар адамның достары. Тары – это нужное окончание. И самое последнее у нас – олар жылы жақта мекендейді. Демек, бізді жалғауын қосымшасын жалғаймыз. Здесь, значит, мы добавляем окончание «д». Жазылым тапсырмасы. Письменная работа. Пишите в тетради. 5 задание. 5 тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Напишите соответствующие буквы вместо точек.
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.